Ассаламуалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін 14 мамыр, балыққа келіп жатырмын. Так, қазір келдім тек. Сразу немді спиннингімді қойып тастадым, неге жмыхқа. Сосын ана закидушкамды қойып тастадым. Тоже клубничный жмых ода. Спиннингте не тұр? Медовый жмых тұр. На жерде закидушка тұр. Ода не бар? Клубничный чемпион дейтін жмых. Бір крючокпен. Анада 2 крючокпен. Екеуінде бірдей расстоянияға лақтырып қойдым енді. 20-30 қылаштай болатын болар енді примерно. Ана жерлерге. Пока тыныш енді. Әлі 10 минутта өткен жоқ. Әзірге мен өзім осыларды құрып қойып, донкаға аулап отырмын деп тұр. Обычный донка қазылаған. Мен просто крючок жоқ. Осыған крючок сала қоям. Осыған крючок сала қойып, әзірге аулай тұрамыз. Бір 10 метр 8 құлаштай жерде. Дауыс шыққан сияқты болып кетті. Білмеймін, дауыс естілгендей болды. Жайлап мәлөктер секіріп тұр ана жерден. Жайық өзен тып-тыныш, жел жоқ, погода күшті болып тұр кәдімгідей. Балға аулайтын погода екен. Бірақ маса көп мына жерде. Мына жерде маса көп, жаман. Сол кішкене не істеп тұр енді. А так бәрі жақсы негізі. Сол қазір жайлап донкамды жасап алам, крючогын салып. Сосын жайлап аулап қараймыз жақын жерде. Құрт бар, құртпен аулаймыз осы жақын жерде. Так, бұл ватыр мұнан жасап осындай етпе салдым примерно. Грузик 30 грамм. Ондай үлкен емес. Наверное, мынандай отводной. Осындай міне. Вдоль өткізіп. Осындай етіп крючоктың размерімен келтіріп. Дәл осылай. Чтобы балық жегенде, чтобы сразу жұтып қояды да, андай пучок қылсаң, жан-жағынан түртіп, мазға не істейді. Жан-жағынан түртіп кішкене дұрыс засечкалар болмайды. Сондықтан осындай етіп вдоль салып жіберемін. Кішкене қиыры жыбырлап тұрады. Бірінші балық. Бұл деген бар ғой. Мая. Қалай іліп қалған. Мынау бычок дейтін балық бізде. Мынау негізі ең кішкентай мен ұстап тұрған өмірімде бар ғой. Бірінші ұстап тұрмын мындайды. Негізі бұл тарашық шығатын еді. Мынау бірінші балық бүгінге. Бычок шығыпты мынандай. Өте кішкентай екен. Жіберіп қоямыз бұл. Короче, закидушка тексеріп жатқан, закидушка лосовка тіреп қалды. Үзіп тастадым оны, қазір новыйын салайын деп жатырмын.
140 көзбен тағы. Осыны байлап жүріп, тағы закидушка байлап жүріп. Анағысы зацепке тәліп, несеп қалып, үзіліп қалды. Тап солай бағанағы спиннингтерге жұмықты. Короче, 1 сағат жарымдай өтті. 2 спиннингке де жұмықтарын перезаряжать етіп қойдым. Мына спиннингке, короче, не салдым? Мед. Анағанда мед салдым. Екеуіне бірдей жұмық салдым. Кубик дейтін. Секрет дяди Вани дейді. Сондай жұмық салып қойдым. Пока өзім мына жерде құртпен алып отырмын. Осылай. Так, екеуіне бірдей жұмық. Мына спиннингті ортаға қарай лақтырып қойдым. Ортада ағын қатты алып кетті жаман. Ана қызыл конусқа дейін алып кетті. Мен ерге қарай лақтырдым. Ал закидушканы оны жақынға қарай лақтырдым. Потому что алыстан что-то қақпай тұр. Кешеде жайлап шығып қарадым. Алыстан дұрыс қаққан жоқ. Өзім әзірге құртпен алып отырмын. Жұмық екеуіне бір жұмық салдым, басқа жұмық жоқ. Уже сезонда бітіп жатыр жайлап. Ертең уже запрет басталады, нерестовый. Сондықтан қалған жұмықтарымды осы бүгін есеп сайын деп алып шыққан. Бүгін құрт тастайын деп. Нерестовый запрет біткесін жайлап жазда қайтып новойдан жұмық сатып аламыз ғой. Сонымен шығамыз ғой жайлап. Пока осы жұмықтарын бітіріп алайын. Осы неде сезонда. Закидушка поклевка отыр. Атыстан байқап қалдым. Міне. Вот. Ана жақсарт. Вот. Да, что-то сидит. Барбный. Кукурузбен андай қызыл поплавок салып едім бұған. Соған түрт тап қазір. Легкий ятыр, жай ятыр. Ух ты, алып батыр жайлап. Ух ты. Ема. Ёлки-палки. Базара нет, рыба. Но не. Ё-моё. Так. Тек жақындағанда бұлай соғып атты тек. Ема. Мен ойладым сазан деп. Тарашка ғана. Ема, размер базар жоқ. Вот это размер. Короче, алыстан көріп қалдым, ана жерде құрт салып жатыр едім, ана қармағыма, донка қармаққа. Мынау қағып жатыр, ана жақтан тарсылдап қағып жатыр. Жайлап жүгіріп келдім, аккуратно шығардым. Мына жерге дейін келгенде, короче. Не, отпор беріп жатты, короче, өзіне қарай тартып. Жіп білінді кәдімгідей. Тартты. Мына жерде бір ағаш па бірдеңеге тіреліп қалды ба? Тірелді, сосын шықты ғой бері қарай жайлап. Ема, мынау табанға ұқсайды мынау. Бұл табан болу керек. Бірақ тарашқы сияқты осы ғой. Мынандай поплавок салдым, я. Ортасына кукуруз салдым. Даяна тоже осындай поплавок салып жібердім. Соған алды. Мынандай тарашқы бірінші рет көрдім. Перезабросить обязательно. Ондай алысқа емес, жап-жақынға лақтыра қойып едім. 15 құлаштай болып қалатын болар. Тарашка. Сазан болғанда вообще керім болатын еді.
Сазан торманға ұқсады ғой ана кетканда. Торманчикке ұқсады. Қайда шығып көрсем екен. Нормально, короче. Пока бастамасы бар. Ең ірі әзірге осы. Көреміз ке ары қарай сазан болып қалар деген үміттемін. Қысқаша айтқанда, достар, қазір мына жерде мынандай жағдай болып қалды. Донкамен вобла аулап отыр едім. Донка спиннингпен аулап отырмын. Пока Қытай мәлөктер түсіп жатты, оны дұрыс түсіріп жатқан жоқпын дұрыс. Кішкентайлар даже жақандайлар түсіп жатыр. Олар түсіріп жатқан жоқпын дұрыс. Отырым солай, короче. Қағат жайлап бір қаққанда бір рет қатты қақты. Сосын оны алып подсечкасын беріп қалып едім. Бірдеңе ауыр бүйтіп бұнк деп аппауыр екен, бүйтіп соғып тұр да аппауыр болып. Короче, сосын бүйтіп подсечка бердім ғой, бүйтіп міне қармақ көтерілді. Дүнк соғып тұрды да резко былай босап қалды. Шығарып қарасам, оны, короче, крючогын үзіп кетті екен. Ана крючогының басында мына жерін қазір көрсетсем. Міне. Мына жерінен үзіп кеткен осы жеріне. Мына крючок байланатын басынан. Дұрыс көрінбей тұр. Міне. Осы жерінен үзіп кетті дұрыс. Дұрыс байланбаған ба, или өзі ауыр болған ба, білмеймін. Содан қазір мынау соңғы крючогым қалған. Соны новыйын байлап қойдым. Мынау грузым ала. Ана грузым да үзіліп қалды, мына жерде зацепка келіп қалды. Осындай груз салып алдым. Білмеймін, көреміз енді. Шығама бұған білмей тұрмын. Бірінші түсіп тұрмын өзімізді. Сондай жағдай болып қалды. Жымиқтарды мана ауыстырып қойдым бір рет. Одан кейін тұптан жайлап. Вообще қағысы естіген жоқпын. Білмеймін, қазір көреміз алға қарай. Мына донкамен аулап қараймын. Сосын жайлап салам осыған не шығып жатқанын. Ана донканы шешіп тастадым. Мынандай донкамен аулағым келіп тұр қазір. Кішкене үлкендеу крючок. Мынандай құртты полный қылып салып тастадым. Осындай қылып аулағым келіп тұр қазір. Кішкене ірілеу отборный балықтар түседі. Анаған кілең мелочев болып кетті. Что-то, білмеймін, что-то интерес болмай қалды. Енді осыған қараймыз жайлап қазір. Вот. О. Міне. Нормально алып кетті. Арып қалмау керек. Жайлап майыстырып тұр қармақты. О. Фрикцион. Давай, кел. Походу торман сияқты. Қорқыттым қатты тартуға. Наконец-то. Ё-моё, өліп қармақ. О, кетір. Жіберді. Ой. Шықпаш, нормально кетір. О, міне. Торман. Торманчик. Шығарып көрейік. Шаршады ма? Есть! Шығардым. Натури. Наконец-то, сазан. Ах ты. Қағысынан білдім мына сазан екен сразу. Ема. Осы биылғы бірінші сазан мынау. Бірінші торманчик. Ё-моё, 800 граммдай болып қалар примерно. Пучок құртқа түсті.
атып алып тұрып салып едім құртты. Ах ты. Фрикцион айналдырып алған жоқ, бірақ күш жетпеген сияқты оған. Наконец шықты міне. Мынандай смесқа шықты. Ема осылардың поклевкаларын сағынып қалдым бар ғой. Е-майо. Көп болды осылар ұстамағалы. Базары. Ондай алыста емес, тайыздан шықты. Әрең алып шықтым оқысы. Шығып кете ме деп қорықтым. Жақсы алған екен. За верхнюю губу. Ол дейтін воблдарды сразу білесің бар ғой. Бүйтіп тұрады, бүйтіп өстіп тұрады. Мынау, короче, алды. Бүйтіп барады, бүйтіп кетіп батты, я. Бүйтіп кетіп батқан жерінен тартып қалдым, подсечка. Кетіп батқан жерінен. Солай шықты. Яқсы. Қызыл бірдеңе бар екен, наверное. Наконец-то первый сазан. Достойный. Қазір қандақ қоямын мен. Көканды қатты байлап қойыпты. Аша алам ба, оны аша алмайым ба, білмей тұрмын. Вот, короче. Нормальный, сап-сары торманчик. Нанғасын салып қою керек қазір аккуратно. Короче, менде жағдай бұлай. Крючок сынып қалды. Қаққан сияқты болып кетті. Крючок сынды. Ана жерде бір жыңғыл қалып қалды. Ана өзінде. Соның астында жатыр қазір. Крючок сынып қалды. Груз маман қалды, бірақ соған да рахмет. Жайлап жиналатын болармын. Уже сағат 6:30-нан бері отырмын. Сағат 1 болып қалды примерно. Жұмыртқа бүгін бір табан ұстадым тек. Қазір жайлап жиналып, заттарым жинап кететін боламын. Екі сазан. Ойбай, қайда екі сазан. Бір торман, бір табан. Табан базар жағында, ойбай, активный. Торман өзі аңдай шаршаңқы болып білді. Келгенде де, шығарғанда да, қазір де жөт, шамаллы болып тұрып жөт жағдайы. Леш активный табанчик. Сазанда шығарғанда тез шаршап қалды. Жақын жерге келді, бірдеңе шыпылдатты. Сосын шаршап қалды да жайлап келді бері қарай. Так, жайлап аулап болып жатырмын. Балықтарды сауып алдым. Торман мен табанды. Қармақтарды жинап алдым. Заттарын бәрін жинадым, короче. Жайлап енді шығам қазір. Жолға қарай. Үйге қарай бару керек. Заттарды жинадым, так. Бұл бізде, короче. Мынау менің осы көктемгі соңғы рыбалкам. Потому что бізде уже запрет басталады. Бүгін 14 май, ертең 15 мамырда запрет басталады. Мен бүгін соңғы күн ауладым. Соңғы күн ауладым. Көктем бойы мен бір сазан ұстаған жоқпын. Көктем бойы осы қаланың ішіне. Бүгін ұстадым. Именно запрет бітуіне бір күн қалғанда бірінші торманым шығардым, короче. Енді июльде шығады деп ойлап тұрмын енді. Июньдерде енді икра шашқаннан кейін жор басталады ғой. Сол кезде жақсы шықпаса, қазір енді шамаллы болып тұр. Шамаллы дегенде бәріне шығып жатыр, жоқты маған білмеймін ұрмай тұр сазан. Видео ұнаса
арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осымен біз көктемгі сезонды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.